Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге Word программасымен телефоннан қалай жұмыс жасауға болатынын көрсетемін. Ол үшін Play Market немесе App Store программасынан Word бағдарламасын тартып аламыз. Менде Word бағдарламасы бар, сондықтан соның үшін басамын. Оны тартып алғаннан кейін арнайы өзінің тіркелу батырмалары бар, сол арқылы тіркеліп аламыз. Тіркеліп болғаннан кейін осындай сияқты сіздерде терезе ашылады. Мұндай құжаттар болмайды, өйткені сіздер алғаш рет ашып тұрғандықтан мұндай құжаттар болмайды. Одан кейін оң жақ жоғары жағында плюс деген батырма бар, соны басамыз. Одан кейін біз жаңа нәрсе жасағымыз келсе, пустой документті басамыз. Осы жерге мысалға мен кез келген мәтінді кез келген жерден копировать етіп аламын. Мысалға мен алдын ала дайындап қойған мәтінімді вставить етіп түсіремін. Мінекей, вставить батырмасы арқылы түсірдім. Енді бұны реттеуіміз керек. Оны реттеу үшін кәдімгідей үстінен белгілеп аламыз. Белгілеп алғаннан кейін мына жерде арнайы батырмалар бар. Мінекей сол жақ шетінде мына жерде пернетақтаның үстінде үшбұрышты батырма бар. Соны басамыз. Мінекей, басылды. Енді бұл жерде сіз көрсепке қойыңыз келе ма, бұны жеріне қылғыңыз келе ма, өздеріңізде мінекей жеріне бұл көрсепке қоясыз, бәрін астын сызасыз, немесе керек емес сөздер болатын болса үстінен былай сызып тастайсыз. Мінекей, осындай сияқты батырмалар бар. Маған бұның үстін сызудың да қажеті жоқ, маған асты сызылғанның да қажеті жоқ, көрсепте керек емес, жеріне де керек емес. Мен сол себептен оны алып тастаймын. Одан кейін түстерін өзгерткілеріңіз келсе, мінекей арнайы түстерін өзгертесіздер. Мінекей қызыл түске өзгердім. Ал маған қызыл түс керек емес, маған қара түс керек, сол себептен қайтадан қара түске айналдырамын. Одан кейін арнайы маркерлер қоюға болады. Мінекей бірінші, екінші, немесе нүктелеу арқылы деген сияқты мінекей нүктеленіп қойылды. Немесе арнайы белгілер, түрлі белгілерді қою арқылы жасап келтіруімізге болады. Маған бұлардың ешқайсысы керек емес, сондықтан мен нетті басып, бұны алып тастаймын. Одан кейін нумерация, мысалы, номер қойылғаныңыз келетін болса, мінекей 1, 2, 3, 4 салғам, ямаса ABC ағылшын тіліндегі әріптермен қоюларыңызға болады. Бірақ маған бұның да ешқайсысы қажет емес, сондықтан мен нет деген батырманы басып алып тастаймын. Одан кейін сіздерде математика сабақтарынан, мысалы, математика формулалар жазған кезде кейде квадрат деген немесе астыңғы жағына жазылатын сандар керек болады. Сол кезінде мынандай батырманы басамыз. Мінекей, жаңа үшбұрыштыны бастық қой, пернетақтаның үстіндегі. Енді сол жерде форматирование шрифта деген бар. Мінекей, егер де сіз астына жазғыңыз келсе, астына, үстіне жазғыңыз келсе, үстіне. Мысалға, мен мына жерге кез келген бір сөз жазайын. Мысалға, қандай сөз жазсам екен? Мысалға, 2-ның жаңа не басылып кетті ау деймін. Қазір қайтадан. Мінекей, 2 саны, енді осы 2 санның квадратын мен жазғым келді. Мінекей, төбесіне шығады. Сосын 2. Мінекей, 2-ның квадраты. Енің 2-ның астыңғы жағына жазылатын кейде цифрлар болады. Сол кезінде астыңғы жақтағы 2-ні басамыз. Мінекей, осы арқылы өсіп жазып кетуімізге болады. Сосын бізде көбіне мұғалімдеріміз айтып жатады, 2 жағын бірдей қылып қой, не деген жазу, неге дұрыс жаза алмайсың, неге дұрыс жазбағансың деп жатады. Ол үшін біз қайтеміз. Мысалға, аламыз, берілген мәтініміздің үстін белгілеп аламыз. Белгілеген мәтініміздің үстін белгілеп аламыз. Мінекей, қарап тұрыңыздар. Және пернетақтаның оң жақ жоғарғы жағында, пернетақтаның оң жақ жоғарғы жағында үшбұрышты тұр, соны басамыз. Мінекей, бізде мынандай белгі тұр.
екі жағын бірдей қылатын белгі, астынан бастап қарасақ, оң жақ қапталға жазылатын, ортаға жазылатын, сол жаққа жазылатын деген сияқты белгілерді енді бізге екі жағы бірдейді басамыз. Мінекей, сол кезінде бағанағы біздің жасаған жұмысымыз лезде өзгеріп шыға келді. Одан кейін бізде мұғалімдеріміз айтып жатады, шрифі неге дұрыс емес, неге мынаны Times New романмен жазбағансың деп жатады. Біз қолымызда ноутбук болмағаннан кейін оны көбіне біле бермейміз. Ал енді осы кезде телефонменен мына жазуымыз Times New романда тұрған жоқ. Соны қалай қоюға болады? Тағы да пернетақтаны жоғарғы жағында үшбұрышты төменге қаратып басамыз. Одан кейін мына жерде не тұр? Шрифтің белгісі тұр, мінекей 14 деген, және белгіні басамыз. Содан кейін осының ішінен Times New роман дегенді тауып аламыз. Астына қарай жүріп отырып, Т деген ең астыңғы жағында тұрады латында. С-тен кейін Т келеді. Мінекей Times New роман таңдаймыз. Мінекей біздің жазуымыз өзгерді. Одан кейін шрифтін өзгертеміз. 12-ге қоямыз ба, әлде 14-ге қоямыз ба, әлде 16-ға қоямыз ба. Мінекей осылай біз шрифтін өзгертеміз. Мен 14-ші шрифтті ұнатам, 14-ші шрифтке келіп қойдым. Енді мен сіздерге мынандай интернеттен алынған сөздеріміздің, әңгімелеріміздің арасын қалай дұрыстауымызға болады. Енді ол үшін мына жерде пернетақта тұр, астыңғы жағында мінекей жирный. Жирный деген сөз К, сосын астын сызу деген сөз, выделить етіп аласыз барлығын аппақ қылып. Одан кейін нелеріңізді, сөздеріңізді қажетті түске айналдырасыз. Мінекей соның қасына төменге қарай бағытталып тұрған үшбұрышты, соны басамыз. Одан кейін осы жерден іздеп отырып біз форматирование абзаца дегенді басамыз. Осы жерде междустрочный интервал деген тұр. Мінекей осы жерде интервал. Қазір мына мәтініміздің арасы жақындайды. Өздеріңіз куә боласыздар. Мінекей, көрдіңіздер ма? Мен бір дегенді басып едім, осы арасы жақындады. Ал енді оны қалағаныңызша ашуға, және қалағаныңызша қайтадан бір-біріне жақындатуыңызға болады. Одан кейін әрбір абзацтан интервал қалдыруды қалай жасауға болатындығын көрсетемін. Мінекей, әрбір абзацтан жоғарыдан төменге қарай. Мінекей, көрдіңіздер ма? Ал енді керісінше оны алып тастағыңыз келсе, удалить етесіз. Одан кейін төменгі жақтағы абзац, мінекей төменгі жақтағы абзацтың арасы ашық тұр, енді соны алып тастау. Көрдіңіздер ма? Жоғары қарай жылжыды. Осылай өзіңіздің мәтіндеріңізді реттеп алуыңызға болады. Одан кейін сіздер арнайы дайындырған мәтінге қалай абзац қоятылғаныңызды білмей жүресіздер. Ол үшін мінекей тағы да пернетақтаның астына қарай өтеміз. Үшбұрыштыны басып, жаңа абзац дегенді тауып аламыз. Мінекей абзацты тауып алдық. Особый отступ дегенді басамыз. Мінекей осы жерден біз өзімізге абзацты қоямыз. Мінекей. Осылайша өзіңіздің мәтініңізге абзац қойып өзгертуіңізге болады. Одан кейін сіздерге беттерге, әрбір бетке номер қоюға тура келетін кездері болады. Сол кезде қалай қоямыз? Соған тоқталып өтейін. Тағы да жаңа пернетақтаның үстіңгі жағындағы үшбұрыштыны басамыз. Мына жерде главное деген батырманы көріп тұрмыз ғой. Мінекей, осы жерден қараймыз, вставить. Осы жерде бізде номер страница деген тұрады. Номерді қай жағына қойғыңыз келеді? Үстіңгі жағына ма? Үстіңгі жағының сол жақ шетіне ма, ортасына ма, оң жақ шетіне ма, или астыңғы жағының сол жақ шетіне, ортасына, оң жақ шетіне ма, сосын өзіңіз анықтап аласыз. Мінекей, 1 деген сан қойылды. Көрдіңіздер ма? Мінекей, 1, 2, 3. Біздің мәтініміз 3 беттен тұрады екен.
Ал егер керек емес болатын болса, закрыть дегенді басып, біз оны өшіріп тастай аламыз. Удалить етіп өшіріп тастай аламыз. А керек болатын болса, қайтадан солай қоя аламыз. Бір, екі, үш. Үш беттен тұрды. Ал номер керек емес болса, қайтадан ставитке барамыз. Номер страница. Удалить номер страница. Қарап отырыңыздар. Удалить етілді. Осылайша өзгерте аламыз. Және де бізге таблица құруға тура келетін кез болады. Сол кезде вставиттің ішіне таблицаға барамыз. Осы жерден өзіңізге қалаған таблицаны алып қоя аласыздар. Мінекей. Өзіңіз қай бағытта қалайсыз, осыны осылай қою арқылы жүргізе аласыз. Таблица керек емес болса, удалить дегенді басып, таблицаны өшіре аласыз. Сонымен қатар сіз мынандай мәтінді жазып болғаннан кейін, ішінде қанша сөз, қанша бет болғандығын санап отыру сізге қиынға түседі. Ал оны санаудың оңай жолы бар. Тағы да пернетақтан үстіңгі жағында үш бұрышты басамыз, главное дегенді басамыз, рецензированный дегенді басамыз. Осы жерден статистика деген тауып аламыз. Мінекей, біздің мәтініміз 3 беттен тұрады, 351 сөз бар, 2387 знак бар, ал проблемныйда тұрған 2663 знак деп көрсетіп беріп тұр.